Ассаламу алейкум, қайырлы күн достар. Бүгін мемлекеттік сатып алу порталында келісім шарттарды кері қайтару, яғни отзыв жасау жолдарын көрсететін боламын. Ең алдымен рабочий кабинет, договоры және менің келісім шарттарым, мои договоры, соған кіретін боламыз. Дәл осы вкладкаға кіру үшін қосақпа тіркелу регистрация деген видеом бар, соған қарап кірсеңіздер болады. Бұл жерде келісім шарттардың тізімі тұр. Күні, датасы, сатып алынған способтары барлығы жазылған. Отправлен на согласование поставщику деп тұр. Біз осы келісім шартты кері қайтаратын боламыз. Тек қана отправлен на согласование поставщику емес, басқа да жағдайларда келісім шарттарды кері қайтаруға болады. Ең алдымен 47 деп тұрған сол бейін жазылған келісім шартқа кіретін боламыз. Ісін ашып кіреміз. Кіргеннен кейін общий деген вкладкеден қарасаңыз, сіздердің келісім шарттардың күні, ойнатылған объявление номері және оның датасы, тип закупа, яғни однолетний, может многолетний болуы мүмкін, суммасы барлығы тұрады. Общийда бізге керегі договор и согласование кіретін боламыз. Сіздер дәл осы договорды кері қайтарасыздар ма? Соған көз жеткізу үшін общий және предмет договора барлық вкладкаларға кіріп көз жеткізіп шығыңыздар. Договор и согласование кіргеннен кейін ең астына түсесіздер. Ең астына түскеннен дәл осындай вкладка болады сіздерде. Жеткізу уақыты келісім шартқа қол қойғаннан күннен кейін 15 күн ішінде деген, дәл осының астында міне отзывать согласование деп тұр. Жалпы қандай действие болса да, дәл осы договор и согласование астына кірген кезде осындай қызыл кнопкамен тұрады. Осыған отзывать согласование басасыздар. Кейбір кезде на подписание поставщика болып тұрған кезде бұл кнопка шықпай қалуы мүмкін. Ол кезде поставщик ол договорды отзыв жасау керек, немесе келісім шартқа қол қою керек. Сол кезде барып сіздерде осы қызыл кнопка шығатын болады. Бұл әзірге согласование болып жатқандықтан бізде бұл бірден шығып тұр. Отзыв согласование басқаннан кейін вы действительно хотите отозвать незаключенный договор деп шығады. Я батырмасын басып келесі этапқа өтеміз. На утверждение поставщика, на подписание поставщика болған жағдайда отозвать согласование кнопкасы шықпай қалуы мүмкін. Ол поставщик утверждение жасағаннан кейін немесе қол қойғаннан кейін бұндай кнопка пайда болады. Отзыв жасалды. Отзыв жасалғаннан кейін согласование договора завершен болды. Ешқандай согласующийлер жоқ. Қайтадан договорды түзеп, қатеге кеткен жерлерін болса түзеп алып, добавить согласующий басып қайтадан жібересіздер. Ол туралы видеоны алдағы уақытта түсіретін боламын. Бұл договорды өшіріп тастауға болады. Проект договора болып тұр. Осының алдында на согласование поставщика болған еді. Қазір проект договор болып тұр. Дәл сол суммадағы келісім шарт. Действие деп тұр. Оң жағында карандашпен исполнен болған договорлар олар ешқашан өшірілмейді. Және действие болған договорлар ешқашанда өшірілмейді. Тек статусы проект болған жағдайда ғана договорларды өшіре аласыздар. Вы действительно хотите проект договора деп шықты. Окей басырмасын басып, келісім шарт өшіріліп қалды.
Дәл осылай келісімшартты өшіріп тастайсыздар. Егер қате жіберілген болса, қайтадан жіберу керек болса, оның видеосын алдағы уақытта түсіретін боламын. Кейбір кезде казначействоны өтпей қалады, сол кезде де договорды отзывать етеміз. Осы способпен отзыв жасаймыз. Рабочий кабинет, договор, мои договоры, завершение согласования болып тұр, бір договор. Готов к отправке на регистрация дегенде тұр, сонында отзыв жасауға болады. Галочка батырмасын басып, жасылмен қол қоюға болады, немесе қызылды басып, отзыв жасау болады. Отзыв жасап, қайтадан проект болып қалады статусы, қайтадан келісімшарт жасайсыздар.